күн, құрметті достар. Бүгінгі біздің влогымызда тамақ пісіру, тамақтану жайында айтатын боламыз. Бүгін біз тез дайындалатын нарын деген тамақты пісіретін боламыз. Ол үшін жатақханаға ең жақын осы нарын деген тез дайындалатын өнімді сататын магазинге барамыз. Привет, Ая Хайсин. Привет, Хайсин.
бүгінгі біздің видеомыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Бүгін мен түсірген видео нарын деген тағамды, тез дайындауға арналған тағамды пісіріп көрсеттім. Бұл тағам әрине қолдан жасалған нарынға жетпейді, алайда дәмі, түрі барлығы келеді. Студенттерге арналған, студенттер үшін немесе тез дайындауға арналған жалпы тағамның бір түрі. Сіздерге жеуге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.